Баршаларыңызға қайырлы күн. Меруерт асханасының тұрақты көрермендері, сіздермен бірге балалардың сүйікті асы сэндвич дайындайтын боламыз. Бізге бөлме температурасында жылы суымыз, бір қасық тұзымыз, ашытқымыз, қантымыз керек болады. Жақсылап тұрып араластырып, сетадан дайындап қойған ұнымызды салып қамыр илейтін боламыз. Бізде жұмсақ қамыр шығуы керек. Видеомды соңына дейін көріп, қызықты, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Маған тіркелмеген оқырман болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, лайк бас, комментария жазып қалдырыңыздар. Сіздердің әр қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Менің каналымда түрлі рецепттер бар. Солары қажеттеріңізге жаратып, қарап, қолдап, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып қойыңыздар. Менің каналымда күнде жаңа рецепттер болады, міндетті түрде қарап, бақылап жүріңіздер. Біздің қамырымыз дайын болды. Үстіне сұйық майымызды құйып, 2-3 қасықтай бетін жауып, жылы жерге қоятын боламыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Әдемі болып көтерілген. Енді осыны кішкентай 5 бөлікке бөлетін боламыз. 5 дана. Мен сэндвич тек қана көп жасамаймын. 5 дана жасайын деп тұрмын. Қалған қамырым қалады. Оған нан илеп пісіріп алатын боламын. Қамырымызды кішкене ұнның көмегімен илеп қоятын боламыз. Сіздер де менің рецептімен жасаңыздар, өте дәмді, жақсы болып шығады. Балапандарыңызды жасап, қуантып қойыңыздар. Осы бір демалыста өзінің жақсы көретін тағамын жесін. Жайып алдық. Енді сұйық майымызды ортасына жағып, бүктейтін боламыз. Дәл видеодағыдай міндетті түрде қарап, сіздерде балапандарыңызға жасап беріңіздер. Менің рецептім сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Ортасынан осылай бүктейміз. Тағы да сұйық майымызды пайдаланып жағып, оны да тағы да бүктейтін боламыз. Ондай қиындығы жоқ. Екіншісінде дәл осындай етіп, барлығын осылай жайып шығатын боламыз. Менің каналым сіздерге өте пайдалы, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Күнде жаңа рецепттер болады. Мені бақылап, қолдап, қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып қойыңыздар. Біздің сэндвичтеріміз дайын болды. Енді осындай ыдысымызға салып алып, бір дана жұмыртқамызды үстіне тек 20 граммдай сүтімізді құйып, жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Сэндвичтің үстіне жағып шығамыз. Өте жұмсақ болып шығады. 180 градуста 30 минуттай пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде пешіңіздің температурасына қарап пісіріңіздер. Қатты күйіп кетпесін. Үстіне күнжут, мак сепсеңіздер болады, өз қалауларыңызға байланысты. Екеуін араластырып септім. Енді ішіне салатын начинкасын дайындайтын боламыз. Бір дана қызанақ, қияр, колбасамыз, сырымыз, кетчуп пайдаланамыз. Салатный листья. 5 дана жасағандықтан 5 тілім тілдім. Осындай сопақша етіп, қиярымызды құрап алатын боламыз. Кетчупымыз бен майонезімізді жақсылап тұрып араластырамыз. Сіздер ұнатпайтын болсаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Бірақ осы майонез бен кетчуп сэндвичімізге ерекше дәм береді. Салатный листьямызды жуып дайындап алдық. 5 жапырағын шығарып алатын боламын. Осындай болып әдемі болып пісті.
4 қалсашасы бар. Ортасына молынан соусымызды жағып шығамыз. Өте дәмді, балалардың сүйікті асы, өте жақсы жейді. Сондықтан үй жағдайында пісіріп беріңіздер, балаларыңыз қуанып қалсын. Салатный листьямызды, колбасамызды, сырымызды ортасына салып, бір дана огурцемізді, бір тілім қиярымызды салып осындай етіп дайындап қоямыз. Дәл видеодағыдай міндетті түрде қарап осыдан жасаңыздар. Соусын молынан жағыңыздар, ерекше дәм береді. Сырымызды бүктеп, міне дайын болды сэндвичіміз. Осы тәсілмен жасаңыздар. Міне 5 дана сэндвичіміз дайын болды. Ас болсын, сіздерде жасап, өзгері байланыстарыңызды, қолдауларыңызды білдіріп кетіңіздер. Меруерт асханасына міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болайық.